Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте мамықтай болып шығатын алмалы бәліш жасаймыз. Дайындалу жолы өте оңай, сізге ұнайды деген ойдамын. Тек қана алма болса, үйлеріңізде осындай дәмді бәліш жасап көріңіздер. Ең алдымен бізге 3 жұмыртқа және де қант қажет. Осыларды жақсылап тұрып миксерлейміз. Осындай үлкен болып көтерілуі керек. Енді миксерлеп болғаннан кейін қалған заттарын қосамыз. Ең бірінші қаймақ. Қаймақтың майлылығы 20-15% бола береді. Араластырамыз, үстіне күнбағыс майын қосамыз. Барлығын мөлшерін астына описанияға жазып қоямын. Енді қасықтың ұшында ваниль қосамыз. Енді онымен қопсқышты бірге араластырып, жұмыртқалы массамызға біртіндеп қосып миксерлейміз. Осылай ұндардың барлығын біртіндеп қосқан дұрыс болады. Сол кезде біздің қамырымыз қатты басылып қалмайды. Үйлеріңізде алма болса жасап көріңіздер. Сізге ұнайды деген ойдамын. Өте жұмсақ, дәмді болып шығады. Балаларым да өте ұнатып жеді. Енді үйде алма болса, міндетті түрде осылай жасап отырамын. Өте әдемі болып шығады. Міне осындай бізде қамыр шықты. Қоюлау әдемі болып шығады. Осы кезде духовкамызды қыздырып қоямыз 170 градусқа. Қызып тұрған духовкаға салған дұрыс. Енді алманы осылай тазартып алдым бірден. Осындай бөліктерге бөлеміз. Осындай кубик етіп барлығын тураймыз. Бұл біздің қамырдың ішіне салатын салмасы болады. Осындай 4 бұрышты етіп турап аламыз. Енді қамырға араластырамыз. Қамырдың ішіне 3 алма турадым. Енді осылай қасықпен жақсылап тұрып барлығын араластырамыз. Әр алма қамырға жақсылап араласу қажет. Сол кезде жақсы әдемі болып піседі. Енді формамызды аламыз. Астына пергамент төсеп, жан-жағына май жағамыз. Және де алмалы қамырды ішіне тегістеп саламыз. Менде 24 диаметрлік форма. Осылай тегістеп қоямыз. Біздің қамырымыз дайын. Енді бетіне әсемдейтін алманы тураймыз. Ол үшін алманың қабығын ашмаймыз. Ортасынан бөліп, ортасын барлығын тазалап аламыз. Енді осындай жұқа етіп, жарты кеш бөліктерге бөлеміз. Менің бетіне әсемдеуге 2 алма кетті. Енді осындай әдемі етіп салып, гүл секілді қылып барлығын салып шығамыз. Сонда піскен кезде өте әдемі болады. Дәл осы рецептпен жасап көрсеңіздер, еш өкінбейсіздер. Балаларыңызға, отбасыларыңызға ұнайды деген сенімдемін. Өте жұмсақ, мамықтай болып шығатын дәмді алманың рецептісі. Жасап көріңіздер. Ұнап жатса, осы видеоның астына лайк басып, маған тіркеліп қойды ұмытпаңыздар. Міне осындай әдемі гүл болып шықты. Енді қызып тұрған духовкамызға 40-45 минуттай пісіреміз. Бәліштің піскенін ағаш таяқшаларыңызбен тексеріп көрсеңіздер болады. Егер де құрғақ болса, біздің бәлішіміз толығымен пісті деген сөз. Ал егер де біздің ағашымызға қамыр жабысып жатса, қайрадан духовкамызға салып пісіріп аламыз. Енді бетіне әсемдік үшін осындай сахарный пудра себеміз. Ол өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша. Осындай өте әдемі, жұмсақ әдемі болып піседі. Жасап көруге кеңес беремін. Енді бәлішімізді турап көрсетемін. Әбден суыты
суыған күйінде тураған дұрыс болады. Өте жұмсақ, күшті болып піседі. Ортасында салмасы барлығы толығымен піскен, өте әдемі болып шығады. Міне осындай дәмді бәліш жасап көріңіздер. Достар, бүгінгі сіздерге жасаған менің бәлішім ұнап жатса, менің каналымды қолдап, маған тіркеліп, лайк басып, астына комментарийға өздеріңіздің ойларыңызды немесе басқа да рецептеріңіз болса жазып қойсаңыздар болады. Егер де рецепт ұнап жатса, достарыңызбен бөлісіп, осы каналдың дамуына үлестеріңізді қоссаңыздар, өте қуанышты боламын. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.